Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri. Bugundan basta Birleşken Kuvvetler ameliyatı mintaqasında Ukraina askerlerine karşı 4 kere ateş açıldı. Ateş Minsk anlaşmalarında yasak etilgen siladan alıp barıldı. Bu haqda Ukrayna Mudafa Nazirliginin spikeri Dmitro Gutsilak haber etti ve cümleden deniz boyu bölgelerinin imeyicilerini kergin vaziyette tutmak devam ettiler. Anda Lebedinskaya ve Vodene imeyicilerine karşı bir saat devamında ateş alıp barıldı. Mina topları ve artilleriya kullanıldı. Ukrayna askerleri arasında elak olganları yok. İstihbaratının malumatına göre Rusya komandalığı işançılı olmagan esencilerini meydanға çıkarmak için Ukraynaga комиссиялар yollagan. До складу зазначених комиссий Теркенларына арби саяси ишлет забитлері ве федераль телекесізлік изметті хадимлері желп етіле. Олар Украина незареті астында олған топрақларда ақрабалары олған яда ади сәкенлерінен бақ тұтқан үджіретлі аскерлеріні мейданға чығырajaqlar. Бұн иле ешғал командалығы арби бөлгелер янындaki ерлеріні миналамақ эмир берді. Арби сыр деңізчілеріні психиатрия экспертизадан кечіртіле біле. Рус тақиқатчылары уч деңізчіге экспертизадан кечуіні тайын еттілер. Бұлар Сергей Цибизов, Роман Макряк ве Юрий Безязычный. Бұ ақта адвокат Николай Полозов хабер етті. Имая тарафы Женева шартнамесіне көре арби әсірлерге қаршы бойлы әрекетлер құланывы ясақ олғанында исрар етелер. Экспертиза тайын етілген тақдерде адвокатлар кечіріліп вақтында бұлынмақ істегенлеріні білдірділер. Ноябрьнің 25-інде Кереч боғазы янында Русия мақсус қызметлері Одесса лиманынан Азақ деңізі бойы Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яңы қапу рейд буксеріне ұжым етіп, оларны запт етті. Нетижеде 24 Украин деңізжесі әсір олды, олардан учы яраланды. Украинлер эсассыз сыңыр бозуында қабатланылды. Ишғал етілген Қырымдаки махкеме оларны тевқиф етті. Бұндан соң олар Москва шәріндегі тақиқат тевқифханелеріне ауыштырылды. Бұ ерде олардың тевқиф мұдеті апрелінің соңына қадар девам еттірілді. Эпсі 24 Украин деңізжесі озына арби әсірлер деп илан етті. Черногориядаки Украина елчілігі Украина ақшамыны тешкіл етті. Бұ ерде Қырым ишғалы ве Донбастаки женг аққында тариф етілді. Тедбірінің мақсады Черногорияға Украина аққында қатырлатмақ еді. Подгородица шәріндегі өткерілген тедбірде мұхбирімізде болынды. Тәфсилатлыжа невбеттекелі қамызда. Напомните ситуации в Украине. Украина аққында қатырлатмақ. Черногория пайтақты Подгородица шәрінде Украина ақшамы олып кечті. Тедбір Черногориядаки Украина елчілігі тарафындан тешкел етілді. Бұл ерде фоторесімлер сергісі вастасынен Қырым ишғали ақында тариф етілді. 27 фоторесім Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің юқары рады бинасы янындаки митинг ве Қырым татар қалқы сүргінлігі құрбанларының қатырасына бағышланған сон кереквем ақында икеге етелер. Язық ки Черногорияда адамлар Қырым Русияның олғанына алышып кетелер. Русия Украина шарқында арби әрекетлер алып барғана ақында малумат есе архапланға чекеле. Жемейет әнді бұна алышып қалды. Не олса да бұл фажиалы вақиялардан евел олып кечкен шейлерге диққат етіп, оларны қатырада еңартмақ істедік. Тедбірге келген украинлер бір флешмоб кечірділер. Әллерінде Украин саяси мобюслерінің фоторесмелеріні тұттылар. Қоллары есе байлаяды. Наш сегодняшний флешмоб. Илкевеля бұл флешмоб украинлерінің Қырым иле бірлігіні ве саяси мобюслерге қол тұтқанымызны темсил еті. Це важливо для нас. Бу біз үшін пек мұйымдыр. Яшаған ерімізге біле бақмадан бу біздің ватанымыздар. Мен бу ерде олған әрбір адам кебе мемлекетімден ғуйрур дуям. Мен Қырым Украина олғаныны саям. Украин диаспорасы ве Черногория сәкенлерінің диққатына Украин режиссері Ахтем Сайтаблаевның «Қайтарма» фильмі тақдым етілді. О Черногорияға мақсус фильм көстерлебі үшін келіп шықты. Вважаю, що це... Менімже бұл медени стратегияның кереклі бір әлеті. Оның ердімі иле біз мемлекетімізде не олғаны аққында, қайларымыз, үмітлеріміз аққында тариф ете білеміз, ве не естегіміз аққында ачық айдын білдіре білеміз. Подгородица шәрінде да бір Украин фильмі көстерілежек. Бұл Украин аскерлері аққындаки киберги фильмі. Америка Бірлешкен Девлетлерінің саяси меселелері Девлет кәтебі муавины Дэвид Хейл көк юзлігі қарамандыларының қатырасына аңды. Шымдығы ресми зияретінен Киевде болына. Хейл мемлекет реберлігі саясетчілер ве дипломатлар или Курушев кечірежек, айрыжа Украинада яқын вақытта олажақ сайлавларны, ислиятларны ве қабаржылыққа қаршы күрешіні музакере етежек. Эвел Америка Бірлешкен Девлетлері елчілігі Девлет кәтебі муавины зияреті Украинаға қол тұтып тимсалі олғанына білдірген еді.
НАТО кемелері Одесса лиманында фрегат «Барбарос» ве ұжым катері «Марти» деңіз вокзалынан ескелесіне яңашты. Ресми зиярет себебі Украина ве Туркия арби деңіз құветлері арасындаки екі тарафлама ишбірліктір. Кемелер Одесса лиманында мартының 8-не қадар болынажақлар. Туркия консуллығы кемеге истеген отура білежегіні білдірді. Эвел Украина Мудафа Назиры Степан Полторак НАТО кемелері ай Украина лиманларына кірежегіні білдірген еді. Мақсат Русияның Қара деңіздегі тежауызындан сон вазиетні стабиллештірілу етірдір. Мартын 6-сында Авропа бірлігі елчілері Украин арби әсір деңізжілерінің тұтылуы үшін месулетлі олған 8 Русияліге санкциялар қойылығы аққында келіштілер. Бұ ақта өз Твиттер сайфесінде Азатлық радиосы Брюксель мұхбері Рикардо Йозвак язды. Оның сөзлеріне көре санкциялар құветіні келечек афта алажақлар. Бұндан ғайыр Русияның Украинаға қаршы тежавозы себебінден 160 шақыз ве 44 шеркетке қаршы қойылған бір sıra санкциялар құвет мұдетті де да 6 айға ұзытылажақ. Авропа бірлігіні бұл қарарыны Украина президентіні Петро Порошенко алғышлады. Америка аскерлері Сурияны терк етмейжеклер. Америка Бірлескен Девлетлері арби әрекетлер мынтақасында өз ордусыны болындырajaq. Бұл бөлге тұрғынлығыны сақламақ ве ислам девлетті терроржы тақымындан қорумақ үшін балабан олмаған силалы муфрезелер ұйыланылajaq. Бұл ақта NBC News Дональд Трампқа сенаторлар йоллаған мектепке атфы етіп білдіре. Америка Бірлескен Девлетлері ордулары Сурияды 2015 сенесінден башылап бар. Вашингтонның ресми мәліматына көре, бұл ордулар терроржы тақымларға қаршылық көстері екен. Кечкен сенет декабрь айында есел президент Дональд Трамп ордуларыны кері чекмеге ниеті олғанын аққында білдірген еді. Афганистан шарқында бір құручылық шirketінің бинасына ұжым етілді. Бұның нәтижелерінде 16 адам елі қолды, 9 яраланды. Эпсі шirket хадимлері. Бұл ақта ерлі мемурлар білдірді. Бина янындаки 2 терроржы озын патлатты. Да уч исянжы бекчілерге қаршы атеш açты. Полис хадимлері ұжым етіжелеріні yok етті. Патлав үшін месулетіні оз башына да еш бір терроржы тақым алмады. Будақаға бұл сонки мәлімат еді, да тәфсилетлі мәліматнен сіз біздің UATV сайтымызда оқой білесіңіз. UATV ile олыңыз, көрішкенже сақлықен қалыңыз.